Assalamu Devam edelim. İkincisi. Егерде fiilдің ақыры I, U, Ö менен таусылған болса, онда тек қана yor қоямыз. Мәселен, okumak деген fiil бар. Okuyor. Ondan sonra uyumak деген fiil бар. Uyuyor. Yani ешқандай алдына басқа harf қойылмайды. Üçüncüsü, bazı fiiller бар түрік тілінде ақыры a ямаса менен таусылатұғын. Мәселен, a менен таусылатұғыларға oynamak, ondan sonra aramak tarzında fiilleri бар. Бұлар да болса, біз қайсыларын қоюымыз керек болады. Yani a ямаса менен таусылған кезде не дедік? Yor koyduğumuz gerek deyip ayttık, dұрыс па? Mesela oynamakta, şimdi burada егерде ақыры a менен таусылған болса, бұл я ға өзгеру керек, бұл a ямаса уға өзгеру керек болады. Не үшін? Yani қашан аға, қашан уға өзгеруінің себебі бір алдыңғы болған неге қараймыз? Үнліге қараймыз. Бұл үнлісі o болғаны үшін бұл жерге біздер u қоюымыз керек болады. Oynuyor болады сонда. Арамакта болса, мына аның орны өзгеру керек. Не дедік? Я ға, яки уға өзгереді дедік. Yani мына a бір алдыңғы аға қараймыз. Yani қалын үнлі болғаны үшін, демек бұл ға өзгереді дегені. Yani бұл yor болады. Arıyor болады. Енді, егерде fiilдің ақыры менен таусылатын болса, бұл я иға өзгереді, ямаса өға өзгереді деген. Мысал береміз. Beklemek деген fiil бар. Beklemek. Бұныкі бір алдыңғыға қараймыз және, яғни жіңішке үнлі. Демек бұған біздер и қоюымыз керек болады. Bekliyor. Eğer de şimdi sürmek değil. Sonra devam edelim. Қадірлі оқушылар, şimdiki zamanda devam etemiz. Қосымшалары hakkında.
Өзінің қосымшасы yor қосымшасы harfler менен қайтып келеді. Көбінесе біз үнлі harflerге итибар береміз. Егер фейлдің ішінде ақырғы үнлісі a менен таусылған болса, онда yor қоямыз. Егер де i менен таусылған болса, yor қоямыз. Егер де u болса, фейлінің ақырғы буынында о кезде yor болады. Егер де u менен таусылған болса, онда yor болады. Мәселен, алмак деген фейл бар. Демек, мен о жерге не қояман? yor болады. Алıyor болды. İ'дан мәселен, vermek деген фейл бар. Ben buna veriyor diyorum. Şimdi bulmak diyelim. Şurası u. Demek ki buluyor болады. Ö'ge sürmek diyelim. Sürüyor болады. Түсінікті ме?